show you Yeah. how you teach them. Yeah. And some Sit down, questions. please. Okay, please sit down. Ең басты міндеті халыққа қызмет ету, әкімдердің. Қызмет ету үшін оның не мұқтаж бар екен білу керек әрине. Енді мен ойлаймын, ең бірінші керегі халыққа әрине тыныштық, бейбітшілік, ынтымақ. Ең бастысы біз барлық жерде осы әкімдер болып, жағдайды біліп отырмыз керек. Халыққа ең бастысы әрине қазіргі заманда жұмыс орнын сақтап қалу. Сондықтан біз барлық кәсіпкерлермен, барлық кәсіпорындармен, өндіріспен байланысып отырып, сол жұмыс орындары қысқаруына жол бермеуіміз керекпіз. Үлкенді кішілі барлық кәсіпорындардың қазір жағдайы солай. Сонымен айланысуымыз керек. Жұмыс орындарын көбейту үшін біз әрине шағын орта бизнеске көбірек үміт артамыз. Бір адам өз кәсібін жасайтын болса, мына жерде тұр. Бір шағын бизнесте 4, 5, 10 адамнан жұмыс орны болатын болса, сонда көбейеді. Бізде әртүрлі бағдарламалар бар, еңбек деген бағдарлама бар, бюджеттен бөлінетін ақша бар. Қазір кәсіп жасайын деген азамат сәл-пәл қабілеті болатын болса, біз көмектесуге дайынбыз. Ол деген керемет қой. Сондықтан осы мәселеге біз қатты көңіл бөліп жатырмыз қазір. Қаржы бөліп жатырмыз. Осы Сарыағаш ауданында да ондай мысалдар көп. Сарыағаш ауданында да көбірек инвестиция құйылып жатқан жайы бар. Әсіресе мына курортный зона жақсы дамып жатыр. Оны қолдау керек, ары қарай дамыта беру керек. Курорт, туризм деген нәрсе өте болашағы зор дүние. Мына ауаны ластамайды бір жағынан. Экологияға ешқандай зиян жоқ. Әр келген турист, болмаса емделуші турист өзі басқа салаларда дамытуға үлкен ықпал жасайды. Қазір 50-ден астам шипажай бар Сарыағашта. Мен ойлаймын, оны көбейте беру керек ары қарай деп.